Сөйтіп анам аяқ астынан біраз малды сатып Алматыға келдік. Әкемнің бір туысының үйіне тоқтадық. Жаздың соңғы айы еді. Жоғары оқу орындарына қабылдау аяқталып жатыр екен. Әйтеуір анам жүгіріп жүріп, жаңағы әкемнің туысының Жемпуда танысы бар екен. Сол арқылы оқуға түсіріп жіберді. Сөйтіп кеште болса арманым орындалып, өмірімде әйтеуір бір қуанышты жағдай орын алды. Күз айында сабақ басталды. Жатақханаға орналасып, оқуға бар ынта ықыласымды аудардым. Жанымдағы қыздармен жақсы қарым қатынаста болдым. Өткен өмірім жайлы ешкімге тіс жарып айтпадым. Ол жайлы айтсам, менімен ешкім араласпай қоятын секілді болды. Өмірім ақырындап бір сарынға түсе бастады. Демалыс күндері топтағы қыздармен Алматыны аралаймыз, киноға барамыз. Жастайымнан өлім жетім, қайғы қасіретті көп көргеннен психологиялық тұрғыда қатты басылып қалыппын. Оқуға түсіп, ел көріп, көпшілікпен араласып, білім алып, көзім ашыла бастады. Осылай жүріп бірінші курсты аяқтадым. Өзге қыздар жігіттермен сөйлесіп, кездесіп, студенттік өмірдің қызығы мен шыжығына батып жүргенде, мен тек оқуымды ғана ойладым. Ер жігіттерді маңыма да жолатпадым. Өткен қиыншылықтарымнан кейін көңілім қайтып қалған еді. Осылай тек ілім, білім алып, тек оқуымды ғана ойлап, үшінші курсты тамамдадым. Жазғы демалысқа шығып ауылға анама бардым. Әпкемдер үйлерін бітіріп кіріп алыпты. Ал анам ауылдағы үйді сатуға қойып, фазендадағы біраз ірі қараны сатып, Алматыдан үй аламыз деп ниеттеніп мені күтіп отыр екен. Көзім тірісінде сенің де баспанаң болсын. Болашағың қалай болары белгісіз ғой. Әпкең үшін уайымдамаймын. Жездең өте жақсы жігіт. Өз отбасы, балалары, туыстары бар. Ендігі бар ойым сенің мамандық алып, жұмысқа орналасып, өз үйің болып, бағың ашылып, бақытты болғаныңды қалаймын дейді. Сөйтіп, үйге сатып алушылар келіп, жақсы бағаға келісіп саттық. Біраз ірі қараны да саттық. Ал қалған малды анам жездем мен әпкеме табыстап, әкелерің маңдай термен осының барлығын сендер үшін, немерелері үшін жиған еді. Қалған мал енді сендердің еншілеріңде, деп әпкем мен жездеме өткізіп берді. Сөйтіп қомақты ақшамен Алматыға келдік. Әкемнің туыстарын салып жүріп, жан-жақты қарастырып, қаланың сырт жағынан үлкен жер үй алдық. Біраз жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Сөйтіп анам екеуміз күзге қарай көшіп кіріп алдық. Мен оқуыма енді үйден қатынайтын болып оқып жүрдім. Анам оқуыңды аяқтағанша жаныңда боламын деп бірге тұрып жаттық. Әдеттегідей үйдің жанындағы аялдамадан түсіп қалып, үйге қарай жол жиегімен келе жатыр едім. Жаңбыр жауып тұрған болатын. Үйдің маңындағы дүкеннің қасынан өтіп бара жатқанымда, жанымнан бір көлік зу етіп, бар шалшықты маған шашыратып өте шықты. Үсті басым малмандай су болды. Не істерімді білмей қалдым. Ыза болып жан-жағыма қарасам, дүкеннің терезесінен қарап тұрған бір жігітті көзім шалып қалды. Үстімді қаққылап жүре беріп едім, әлгі жігіт дүкеннен жүгіріп шығып, артымнан «Қарындас, тоқтай тұрыңызшы, баратын жеріңіз жақын ба еді?» деп сұрап жатыр. Мен ашулы жүзбен артыма бұрылып қарап, «Қайтейін деп едіңіз, апарып салайын деп едіңіз?» дедім ашулана сөйлеп. Сөйтіп едім, бейтаныс жігіт, «Айыпқа бұйырмаңыз, мен жай көмектесейін дегенмін. Үстіңіз малмандай су болды ғой. Егер қарсы болмасаңыз, көлігіммен жеткізіп салайын» деді. Содан мен аздап ойланып қалдым. Үйге дейін біраз жүру керек. Түрім болса мынау. Ертең ауырып сабаққа бара алмай қалармын деп жеткізіп салғанына қарсы болмадым. Сөйтіп көшенің бойында тұрған әлгі жігіттің көлігіне отырдым. Үйге қарай жол көрсеттім. Өзі мінезі ашық, сөзшең жігіт екен. Ананы мынаны айтып танысып қалдық. Есімі Бейбіт екен. Әңгімесіне қарай ол жаңағы дүкеннің иесі екен. Мен үнемі осы дүкеннің жанынан өтемін. Азық түлікті де осы дүкеннен алатын едік. Сол кездері мені сыртымнан көріп тұратын екен. Маған «Мұнда жақында келгенсіздер ау, бұрын көрмеп едім» дейді.
Мен iya жақында ғана көшіп келдік деп оның сұрақтарына қысқа ғана жауап қайтарып отырдым. Әне міне дегенше үйге де жетіп қалдық. Содан мен алғысымды айтып, дарбазаның алдынан түсіп үйге кіріп кеттім. Сол жағдайдан кейін Бейбітті жиі көріп тұратын болдым. Дүкеніне жиі келетінмін. Сәлеміміз түзу болатын. Кейінірек сабақтан қайтып келе жатқанымда мені күтіп тұратындай алдымнан шығып, үйге дейін әңгімелесіп шығарып салып жүретін болды. Осылай жақынырақ таныса бастадық. Кейде оны көрмей қалсам, дүкеннің жанынан өтіп бара жатып, көңілім алаңдап, көз жанарым мен іздейтін секілді едім. Бейбіт бойшаң келген, ақ құба, тап тұйнақтай киініп жүретін тартымды жігіт еді. Жүзі сондай жылы, жымиып күлгенде Арманға ұқсап кететін еді. Кейде оның бойынан Арманға деген ұқсастықтарды байқап қалатындай едім. Сөйтіп бір күні әдеттегідей сабақтан қайтып келе жатқанымда алдымнан шығып, «Назгүл, уақытың болса аздап қаланы қыдырып келсек қалай қарайсың?» дейді. «Үйде анам бар, сол кісіге ескертіп сұранып шығайын» дедім. Үйге барып анамнан сұранып едім. «Танитын, білетін, араласып жүрген досың болса жарайды. Бірақ көп кешікпей кел» деп рұқсатын берді. Сөйтіп Бейбіт екеуміз оның көлігімен қаланы аралап біраз қыдырып әңгімелестік. Бейбіт Семей қаласында туып өсіпті. Мектепте 6-шы сыныпта оқып жүргенде ата-анасы көлік апатынан қайтыс болып, Алматыдан нағашы апасының қолында тәрбиеленген екен. Осы дүкенде сол нағашы апасыныкі екен. Әңгімелесе келе бір-бірімізбен жақынырақ таныстық. Отбасымыз жайлы айттық. Осылай отырып біраз уақыт болып қалыпты. Сосын мен үйге қайтуым керек. Қазір анам іздей бастайды. Мені үйге жеткізіп саласың ғой деп жатсам, маған қарап отырып, «Назгүл, сені біраз уақыттан бері сырттай бақылап келемін. Енді жақынырақ танысып жатырмыз. Маған ұнайсың. Қыз жігіт болып кездесіп тұрсақ қалай қарайсың?» дейді. Мен не дерімді білмей қалдым. Іштей ол маған да ұнап қалғандай еді. Мүмкін Арманға ұқсастықтары болғанға шығар. Сонда да мен біраз ойланайын дедім. Сөйтіп ол мені үйге әкеліп тастады. Сол түні мүлде көз ілмедім. Өйткені Арманнан кейін ешкімге жүрегім жібімеп еді. Мына жігітті ұнатып қалғандаймын. Ол өткен өмірім жайлы білсе не дейді екен? Оның үстіне мені ауылдағылар «Черная вдова» дейді. Енем де «Сен бәрін жалмайтын жалмауызсың» дегені санамда мәңгі сақталып қалған еді. Бұл жігітке де кесірім тиіп кетпейді ма екен деп іштей қорықтым. Сонымен не керек, оған бар шындықты айтуға бел будым. Егер мені шын ұнатып, шын ойы болса түсінер, болмаса көре жатармын деп ойладым. Ертесінде оған хабарласып сөйлесейік. Демалыс күн болғандықтан түске таман кел дедім. Ол түске таман келіп, мені алып кетті. Екеуміз қала ішіндегі шағын дәмханаға бардық. Отырып сөйлестік. Мен оған өткен өмірімді жасырмай барлығын айтып бердім. Мені ауылда «Черная вдова» дейтінін де айттым. Оның өмірінде қатерге тіккім келмейді деп едім. Ол «Қойшы» деп күліп жіберді. Маған бұл бір түрлі оғаш көрінді. Сосын ол өзі жайлы айта бастады. Мен де бір рет үйленіп, мінезіміз жараспай, 1 жылдан кейін ажырасып кеттік. Қазір міне 30-ға таяп қалдым. Үйленіп, балалы болғым келеді. Мінезі жайлы өзіме ұнайтын қалыңдық іздеп жүредім, дейді. Сені бір көргеннен ұнатып қалдым. Біздің ауданға келгелі сыртыңнан байқап жүрмін. Қысқасы апам қартайып барамын. Сенің балаңды көріп кетсем деп көп айтады екен. Сөйтіп менің өткен өмірім жайлы ештемеде демеді. Таң қалмады да. Содан маған үйленейік деп ұсыныс жасады. Бұл енді менің бағым ба, алда не күтіп тұр екен, не ойларымды да білмей қалдым. Сонымен қыз жігіт болып кездесіп жүре тұрайық дедім. Бір-бірімізді жақынырақ білейік. Мен оқуымды бітіруге аз уақыт қалды. Дипломымды алайын деп едім, ол жарайды деді. Сөйтіп үйге жеткізіп салды. Үйге келсем анам тамақ жасап жатыр екен. Киімімді ауыстырып келейін деп бөлмеме келдім. Жаңағы жігітіммен болған әңгімені сараладым.
Менің өткен өміріме таң қалмай, ешқандай сезімсіз жеңіл қарай салғаны маған бір түрлі болып көрінді. Сәкен, арманмен тұрмыс құрғаныма 1 ай болар болмас уақыт болса да, сен бетің ашылған әйелсің деп, маған не бір ауыр сөздер айтып, өмірімді тозаққа айналдырып жіберді емес пе? Онымен өткізген өмірім аз уақыт болса да, жаныма өшпес жара салып еді. Әйтеуір анамның, әпкемнің қолдауымен оқуға түсіп, кішкене алданып, міне қаншама уақыт өткен соң есімді енді жия бастаған едім. Сондықтан да асықпағаным жөн болар деп ойладым. Тағы да от басып, жанымды күйік шалғанын көтере алмайтын едім. Енемнің ауыр сөздері әлі де санамнан өшпеген еді. Мен шынымен қаралы жесір бола беремін бе? Бұл жігітпен тұрмыс құрсам, бұл да жазатайым ажал құшпайды ма? Осылай қалың ойға шомып кетіппін. Анамның «Накош, кел, тамақ дайын болды» деген сөзінен селк ете қалдым. Сөйтіп, «Мама, қазір келемін» дедім де тез киімімді ауыстырып шықтым. Содан Бейбітпен кездесіп жүрдім. Ол орыс мектебін бітіріпті. Жоғары оқу орнында орыс тілінде аяқтапты. Нағашы апасы да өзі оқыған мектепте өмір бойы орыс тілі пәнінен мұғалім болған екен. Атасы қызметте істеген кісі екен. Осыдан 2 жыл бұрын қан қысымы көтеріліп қайтыс болыпты. Апасы зейнетке шыққан соң осы дүкенді сатып алып жүргізіпті. Жігітім оқу бітірген соң апасы, мен қартайып қалдым, дүкенді саған тапсырдым. Өзің бас көз бол деген екен. Жігітім мемлекеттік мекемеде жұмыс істейді. Дүкен қосымша табыс көзі. Достары араласатын ортасы көбісі орыс тілді екен. Заманауи көзқарастағы адамдар. Алғашқы некесі сәтсіз аяқталыпты. Әйелі алғашында мінезі жақсы болғанымен кейін қатты өзгерді дейді. Апам мен жоқта ұрсады екен. Бір күні кәрі қақпас сенен шаршадым деген сөзін кездейсоқ естіп қалыпты. Содан мені тәрбиелеп өсірген анама тіл тигіздің деп мінездері жараспай ажырасып кетіпті. Кейін кешірім сұрап келсе де кешпей қойыпты. Араларында бала жоқ екен. Сонымен мен оқуымды аяқтадым. Диплом алып мамандық иесі атандым. Көңілім көтеріліп қатты қуандым. Менің қуанышымды бөлісуге ауылдан әпкемдер қыдырып келді. Осы орайда жігітім анаңмен, әпке жездеңмен танысайыншы деді. Сосын оларға шет жағасын айтып едім. Әпкем қуанып кетті. Накош, сен де бақытты болуға лайықсың. Әрине танысып көрейік деді. Ал анам маған бір түрлі қобалжып қалғандай көрінді. Сөйтіп демалыс күні жігітімді алғаш рет үйге қонаққа шақырдым. Бейбіт гүлін, тәттілерін алып, тап тұйнақтай болып киініп келіпті. Барлығымен амандасып, танысып, бұрыннан көріп біліп, сөйлесіп жүрген адамдай өзін еркін ұстап отырды. Мінезі ашық еді, қалжыңдағанды жақсы көретін. Кейде мен салмақты сөйлесіп жатсам, әңгіменің соңын қалжыңға айналдырып жіберетін еді. Үнемі менің көңілімді көтеріп жүретін. Бейбіт мен үшін қара түнектің артынан шыққан күн секілді еді. Осы уақыт ішінде мен оны қатты жақсы көріп кетіп едім. Сонымен не керек, жігітім үйдегілерге ұнады. Жездемде маған жақсы бажа таптың ғой балдыз деп қалжыңдап қояды. Көңілді жақсы отырыс болды. Осылай отырып кеш болып кеткенін де байқамай қалыппыз. Әлден уақытта Бейбіт кеш болып кетті, рұқсат етсеңіздер мен қайтайын деп барлығымен жылы қоштасып үйіне қайтып кетті. Мен шығарып салдым. Ол кеткен соң жездем балаларымен жатып қалды. Біз әпкем екеуміз дастарханды жинап, ыдыстарды жуып жайғастырдық. Осы орайда анам, келіңдерші жаныма, отырыңдаршы, сендерге айтарым бар деген соң, не айтпақ екен деп жанына отыра қалдық. Анам бір күрсініп алды да, Накош, сен арманмен кетіп қалғаныңда, мен алып келуге барғанымда, онымен қосылып қойдым деп едің ғой. Үйге келген соң әкең неге алып келмедің дегенде, осылай мән жайды айтып едім. Әкең қатты налыды. Оң жағыңда отырған қызыңа дұрыс тәрбие бере алмадың деп маған қатты ұрысты. Мен қайтейін енді, болары болды.
Қызыңа ендігі батаңды беріп бақытын тілейік деп едім, ол тексіз маған бала бола алмайды. Ана қызың да бұл шаңыраққа ие бола алмайды. Көгермегір деп қатты айтып еді. Арман енеңнің некесіз туған баласы еді. Атаңа тұрмысқа шыққанда артынан еріп келген болатын. Мұны сен білмейтінсің-ау. Содан Арман жазатайым ажал құшқанда әкең айтқан сөзіне қатты өкінді. Арманның жаназасына барды. Қабір басында одан кешірім сұрап, оны да кештім деп айтып еді. Кейінгі кездері қайтыс болардың алдында қатты күйзеліп жүрді. Сол баланың өліміне өзін кінәлі санады-ау. Соңғы кездері сені қайта-қайта есіне алып сағынып жүрді. Сосын Шалғынбай көкең қайта-қайта айта берген соң, Сәкен мен бағың ашылар деген мен досыма келін болады. Жақсы қарап жылатпайды деп соларға тұрмысқа берді. Онда да бағың ашылмады ғой жаным, қайтейін. Енді мына жігітпен бағың ашылар, Алла бұйыртса. Алдымен ауылға барып, әкеңе арнап мал сойып, басына барып Құран оқытайық. Әпкеңнің де үйіне барып бір құдай тамақ берейік. Бейбітті де көнсе ертіп ал, әкеңнің басына барып бата сұра деді. Сөйтіп анам көзіне жас алып жылап қалды. Менің де бір түрлі көңілім құлазып кетті. Әпкем екеуміз де көңіліміз түсіп жылап алдық. Ертесінде жігітіме хабарласып, менімен ауылға барасың ба? Әкеме арнап Құран оқытамыз, әрі туған жерімді көріп қайтасың деп едім. Ол жарайды, қай күні барамыз, мен жұмыстарымды реттестіріп алайын деп келісе кетті. Ауылымыз Алматыға алыс емес, 5 сағаттық жол еді. Сөйтіп, жездем бар, Бейбіт пен 2 көлік болып ауылға бардық. Әкемнің аруағына арнап мал сойдық. Туған туысқандарды шақырып құдай тамақ бердік. Оларға анам Бейбітті болашақ күйеу балам әкесіне Құран бағыштап, қызымның қолын сұрап келіп отыр депті. Әкемнің басына бардық, Құран бағыштап, әкемнен кешірім сұрадым. Осы жігітім екеумізге батаңды бер. Қанша қиналдым, енді бақытты болуға құқым бар шығар. Айтқан сөзіңді қайтып алшы, деп іштей дұға оқыдым. Сәкен де сол бейітке жақын маңда еді. Оның басына да барып Құран оқыдық. Ауылдағылар сыпсыңдап сөз қылды. Мына қаралы жесір тағы да күйеуге шыққалы жатыр екен. Мына баланың да басын жалмайтын шығар. Өзі жолы болғыш екен. Әп-әдемі қаланың баласының басын айналдырып алыпты, деп өсектеп жатыр екен. Мен жолай Арманның нағашы апасы Жаңыл әжейге кірген болатынмын. Мұны сол кісіден естідім. Мені көргенде ол кісі Арманымның көзі-ау, жарығым деп менімен жылап көрісті. Мен де өткенім есіме түсіп, көңілім босап бір жылап алдым. Сөйтіп әжей мен Бейбітті таныстырдым. Жаңыл әжей, қалқам, бақытты болуға лайықтысың, бағың ашылсын, ешқандай сыпсың сөздерге мән берме. Немеремнің көзі едің, ауылға келгенде мені ұмытпай келіп тұр, деп батасын берді. Ал Бейбіт болса құдды басқа әлемге еніп кеткендей еді. Ауылды, ондағы мал жанды көргенде таңданып жүрді. Мен не айтсам да барлығымен келісіп, барлық жерге менімен бірге барып жанымда жүрді. Сөйтіп таң қалғанын жасыра алмай, мұнда барлығы Аллаға сенеді екен, аруақты жиі еске алады екен, бәрі Құран оқи алады екен, бұл жақсы ғой деп қояды. Ауданға барып, Арманның басына да Құран бағыштап шықтым. Өмірі тым қысқа болды. Қайтейін енді, Алланың ісіне амал бар ма? Сөйтіп бір жетідей болып Алматыға қайттық. Анам ауылда біраз боламын деп әпкемдікінде қалып қойды. Өзімді жеңілдеп қалғандай сезіндім. Қалаға келе салғаннан кейін ақ жігітім мені апасымен таныстырды. Ауылдан алған әсерлерімен бөлісті. Сізге айтып жүрген қыз осы. Анасы әпкесімен таныстым. Ол жағынан хабарыңыз бар. Кеше туған жерін, туыстарын көріп келдім. Екеуміз де алдын некеде болдық. Енді жас емеспіз. Осы қызға үйленемін. Батаңызды беріңіз деді. Өткен өмірімді ашып барлығын айтпады. Кейін неге бәрін айтпадың десем, өткен өтті, оны қозғай беріп қайтесің.
Апашкам үлкен кісі, оған мен бақытты болсам болды. Өткеніңді ұмыт, енді айта бермеші дейді. Сонымен апасы батасын берді. Бейбіт той жасаймын деп еді, мен керегі жоқ, жай некемізді қидырып ЗАГСке тұра салайық десем, жоқ, болмайды. Саған әдемі ақ көйлек кигізіп, туған туыс достарымды шақырып той жасаймыз деді. Сонымен той күнін белгіледік. Ауылдан біраз туған туысым, анам, әпке жездем келді. Жігітімнің туыстары санаулы ғана екен. Достары мен әріптестері келді. Сөйтіп кішігірім той жасап үйлендік. Сосын күйеуіммен Көкшетауға Бурабайға демалыс орнына 2-7-ге барып демалып қайттық. Мен бақытты едім. Алматыға келген соң апасы, өздерің бөлек тұра беріңдер. Бір қаладамыз ғой, келіп тұрарсыңдар деп біздің үйде тұратын болып шештік. Оның үстіне күйеуімнің дүкені де осында еді. Барып қарап тұруға да ыңғайлы болды. Анам тойдан кейін әпкемдер мен ауылға қайтып кетті. Накош, саған да келіп тұрамын. Бұл да менің үйім ғой. Немерелерімнің жанында біраз боламын деді. Сөйтіп тұрмыс құрып тұрып жаттық. Бір күні түскі астан кейін күйеуім мазам болмай тұр. Жата тұрайыншы деп жатын бөлмемізге кіріп кетті. Мен ас бөлмені тазалап, ыдыстарды жуып болған соң, оны көрейінші деп кірсем, екі бүктетіліп, ішін басып, қиналып жатыр екен. Зәрем ұшты. Дереу телефонды алып, жедел жәрдем шақырдым. Күйеуім ішім деп қиналып барады. Санаулы минуттардан кейін сиренасын айқайлатып, жедел жәрдемге келді. Күйеуімді каталкаға салып алып кетті. Артынша такси шақырып, мен де кеттім. Ойым сансақта, іштей қатты күйзеліп те кеттім. Күйеуімнен айырылып қаламын ба деп қатты қорықтым. Алла-ай, неге менің басыма мұншалықты қиыншылықты беріп қойдың? Не жазып едім? Бақытымды енді ғана таптым ба дегенде оны да көп көріп жатырсың ба? Күйеуімнен айырылып қалсам, өмірімнің не мәні қалмақ деп жарық дүниеден түңіліп кеткенде едім. Көліктің қатты сигнал беріп, бірден тоқтағанынан орнымнан ұшып кете жаздадым. Селк ете түсіп, есімді жиып алдым. Жүргізуші алдындағы көлік иесіне айқайлап ұрысып жатыр екен. Сөйтсем алдындағы көлік ешқандай белгі бермей, бірден тоқтағаннан біз де соғылып қала жаздап тоқтап үлгеріппіз. Бір Алла сақтап қалды. Мен бірден есімді жидым. Берілмеймін. Мен де күйеуім де өмір сүруіміз керек. Жаман ойлардан аулақ болайын, үмітімді үзбейін дедім. Ой деген жүйрік қой шіркін. Осылай отырып күйеуімді әкелген ауруханаға да жетіп қалдық. Таксиден түсе салып, ішке жүгіріп кірдім. Күйеуімді аты жөнін айтып, тіркеу бөлімінен сұрастырсам, жедел ота жасайтын бөлімге алып кетіпті. Жүрегім су ете қалды. Ота біраз уақытқа дейін созылды. Осы арада апасы да келді. Оған хабар берген болатынмын. Осы уақыт аралығында 1000 өліп, 1000 тірілген шығармын. Бір ота жасау бөлімінен дәрігер шықты. Күйеуіңіз соқыр ішек болыпты. Сол приступ беріпті. Ота жасап, тазалап алып тастадық. Жағдайы бір қалыпты дегенде, тұрған жерімде отыра қалып жыладым. Қатты уайымдап едім. Апам болса жұбатып жатыр. 1:07-ден кейін күйеуім ауруханадан шықты. Жағдайы дұрысталды. Енді алдағы өмірім тыныш болса екен деп тілеймін.